Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Мұнда 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады. Әр этнос әртүрлі аймақтарда шоғырланған. Қазақстандағы ұлт өкілдері және олардың орналасу аймақтары. Қазақтар Қазақстан халқының басым көпшілігін құрайды. Барлық өңірлерде тұрады. Орыстар солтүстік Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарында көп шоғырланған. Өзбектер Түркістан, Жамбыл, Қызылорда облыстарында көптеп кездеседі. Украиндар солтүстік Қазақстан, Қостанай, Павлодар облыстарында шоғырланған. Ұйғырлар Алматы облысында, әсіресе Ұйғыр ауданында көп тұрады. Немістер бұрын Ақмола, Қарағанды облыстарында көп болған, қазіргі кезде көбісі тарихи отанына қоныс аударғанымен осы өңірлерде әлі кездеседі. Татарлар Қарағанды, Ақтөбе, солтүстік Қазақстан облыстарында кездеседі. Кәрістер Алматы, Қызылорда облыстарында көбірек шоғырланған. Дүнгендер Жамбыл облысының Шу өңірінде көптеп орналасқан. Белорустар, поляктар, гректер, башқұрттар әртүрлі аймақтарда аз мөлшерде кездеседі. Қазақстандағы көп ұлттылық елдің мәдени байлығының бір бөлігі. Барлық этностар бейбітшілік пен ынтымақтастықта өмір сүріп келеді.